Сәлем баршаңызға, қалайсыздар құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен осындай ең оңай әрі тез дайын болатын жұмсақ кекстер рецептімен бөлісемін. Бір жасағаны осындай күшті керемет болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға бір штук жұмыртқамызды, ванилинімізді саламыз, қантымызды саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап кішкене қанты ерігенге дейін біркелкі қылып араластырамыз. Енді жылы сүтімізді құямыз. Комнатный температурада болу керек. Және де сұйық майымызды құйып, венчиктің көмегімен тағы да жақсылап араластырып аламыз. Біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Енді електен шығарылған ұнымызды үстіне разрыхлителімізді салып, 1-2 бөлікке бөліп саламыз. Ұнымызды барлығын бірдесінен салуға болмайды. Жақсылап біркелкі қылып араластырамыз. Ішінде комочка болып қалмасын бізде ұнымыз. Осы рецептпен бізде 12-13 штуктай осындай кекстер шығады. Әрі тез дайын болатын кекс рецепті. Сіздерге көптеу қажет болса, осы рецепті 2-ге көбейтіріп істесеңіздер болады. Қалған ұнды да салып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде кексіміздің қамыры почти дайын. Мына осылай болады қоюлығы. Осы қамырдан 12-13 штук кекс шығады. Енді дайын болған қамырымызды алып, осындай кекстің формасы бар менде, және де капсула қағаздарды саламыз. Капсула қағаздарды кекстің формасыны кондитерлік дүкеннен тапсаңыздар болады. Кондитерлік мешокқа осы қамырымызды, кексіміздің қамырын құйып, капсула қағаздардың ішіне бәріне бірдей етіп, жарты қылып, ішіне құйып шығамыз салып. Бәріне бірдей құйсаңыздар, піскен кезінде ісі бәрі бірдей томпақ әдем болып шығады. Біреуіне көптеу, біреуіне аз құйып қойсаңыздар, біреуі төмен немесе біреуі биік болып ісіп кетеді. Әдем болу үшін барлығын бірдей етіп салған дұрыс. Енді ішіне мен осындай мейіздарды салдым, 3-4-еуден. Сіздер өздеріңіз кез келген зат салсаңыздар болады. Жеміс-жидектерден малина салсаңыздар болады, шие салсаңыздар болады, грек жаңғағын майдалап салсаңыздар болады. Бәрімен күшті болады. Менде мейіз салған бұл жерде. Енді ол өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Енді қызып тұрған духовкамызда 180 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. 30-35 минутта уже менде пісіп шықты. Мына қараңыздар, осындай қызыл әдем болған кезде аласыздар. Осындай күшті топ-томпақ болып үсіп шығады, биік болып. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең дәмді әрі нежный, жұмсақ болып шығатын кекс рецепті. Шаймен, кофелермен күшті кетеді. Бетіне сәндеп осылай сахарный пудра сүйсеңіздер болады. Немесе сахарный пудра сеппесеңіздер де болады. Қонақ келген кезде тез пісіріп жібергенге жақсы. Біздің осымен кексіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ болып шығады. Балапандарыңызға да істеп берсеңіздер рахаттанушы болады. Парақшама тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецептілермен бөлісемін. Қазір сіздерге ішіне көрсетемін қандай жұмсақ болғанына. Міне қараңыздар, сіздерге қазір кекстің ішін көрсетіп өтемін. Өте жұмсақ, нежный болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің кексіміз осымен дайын. Парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, лайк басып кетіңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер.